Сәлем достар. Deo Nexa көлік каналына қош келдіңдер. Бүгінгі тақырып көлік сатып аларда неге мән беру керек? Яғни кузовтың орылған орылмағаны, сол бойынша тақырыпты қозғаймыз. Енді біздің каналымыз Deo Nexa көлігіне арналған болғандықтан біз Nexa көлігін таңдадық. Негізінде үш бағытта көлік іздеу керек адам баласы. Біріншіден, егер аз суммада іздейтін болсаңыз, көліктің кузовын қатты қараудың да қажет жоқ. Өйткені сататын адам да сізге ала көзімен қарау мүмкін. Өйткені арзан көлік сататындар ол уже көліктің түгі қалмағандықтан, ода міндетті түрде соғылған жерлері көп болады. Яғни ортасына кесіліп, яғни дәнекерлеген болуы мүмкін, сваркіленген болуы мүмкін. Сондықтан аз жаңағы ақшаң қаражатыңызға байланысты арзан көлік іздесеңіз, яғни кузовке қараудың қажеті жоқ. Егер средний бағада іздесеңіз, яғни 1,5 миллион, 2 миллионның көлемінде іздесеңіз, онда міндетті түрде кузовке қарап алғаныңыз дұрыс. Кузовке не үшін қараймыз? Яғни сіз көлікті айдағаннан кейін, белгілі уақытқа дейін пайдаланғаннан кейін, сіз көлікті кері сатқыңыз келеді, яғни перепродать дейді. Оны сататын кезде сіздің алатын адамдар міндетті түрде қайттан сіз сияқты қарап алады. Яғни сіздің көлігіңіз өте қатты соғылған болса, оны сату қиын болады. Яғни алған бағаңыздан құны 20-30%-ке түсіп кетуі мүмкін. Біздің бағдарламамыз, яғни каналымыз осы өзіміздің қарапайым қазақтар, қарапайым ауылдың адамдары көлік таңдаған кезде көп қателік жібереді. Яғни алған көліктері алған бағаға сай болып шықпайды. Сондықтан сондай жағдайға түсіп қалмау үшін, қиындыққа тап болмау үшін бұл каналға осы бағдарлама бойынша жүктемекшіміз. Яғни көлікке айтып кеткендей, аз суммада көлік іздесеңіз, оған қараудың қажеті жоқ, кузовты қараудың қажеті жоқ. Яғни кузов қарамайсыздар, бірақ мотор қозғатқышын, яғни қорапша дейді ғой, скорость қозғатқыштарын тексерген міндетті. Мотор міндетті түрде аз суммаға алсаңыз да, міндетті түрде мотор жақсы істеу керек. Яғни сіз ертең қайттан жөндеу орталықтарына кірмеу үшін, тем более өзіңіз ақшаңыздың жетпегендіктен алып жатқаннан кейін, бұл 1-2 айға жүріп беру керек. Яғни әңгімені бастамастан бұрын сіздерге және бір нені айтып кетейін, тақырып бойынша. Nexa көліктерінде кемшіліктер, өзі зауыттан шыққан кемшіліктер де бар. Оған біз кейінірек тақырыпта тоқталып кетеміз. Яғни біз бастайық, қалай тексеруге болады. Мен қазір отырған жерімнен бастайтын болсақ, сіздер егер 1,5 миллион, 2 миллиондықты көріп жүрсеңіз, орта бағада Nexa мән беріп кету керек, салонға мән беріп кету керек. Салонның ішкі бөлшектері, мысалға мына лаубой дейді ғой, лаубой ауысады, міндетті де ауысады лаубойдың. Лаубойдың жаңағы шығарған несіне қарудың да қажеті жоқ. Іштегі мына обшивкілерге мән беріңдер. Қатты көтеріліп түсіп кеткен болса, яғни ол мына нәжелерден су ағады. Соған да мән беру керек. Егер таза болса, нормально лаубой ашады. Лаубой ауыстырғанда кейбір қателіктер жасайды, ашып кетуі мүмкін. Сондықтан крышаға мән беріңдер, су ағып, крышадан ішті бүлдіреді. Одан кейін панельге мән беріңдер. Панельдің мына бұрыштарына, мысалға, ауысқан торпеда дейді. Торпеда ауысса, мына жерде шеллер қалмау керек. Мысалы, мына торпеда шешілген. Сондықтан міне көрініп тұр шеллер. Соған мән беру керек. Ішкі салондарға қысқа айтып кететін болса. Одан кейін мына есіктерге мән беру керек. Дым болмағанда мынандай заводской өзінің болттары тұру керек. Мына жер родной краска болу керек. Осыған мән беріңдер. Өзінің заводской болу керек болттары. Одан кейін порогтарға мән беру керек. Порогтарда шпаклевка болмау керек. Егер шпаклевка болса, уже Nexa көліктерінде сіз кері сатқан кезде құны түсе береді. Одан кейін кузовке неге барайық? Алдығы бөлшекті көрсетейін.
алдыңғы бөлшек яғни телевизор деп аталады. Алдыңғы мына несі аймағы міндетті түрде телевизоры родной болу керек. Яғни сіздің ақшаңызға байланысты 1,5 миллион 2 миллион көлемде іздеген екен телевизорлер сау алған дұрыс. Өйткені обратно кері сатқан кезде сата алмай қаласыздар. Одан кейін міне телевизор, мына шпаклевка болмау керек. Мына көлікте шпаклевка жоқ, жақсы екен. Міне телевизор орнында тұр. Міне одан кейін және мән беретін Nexia көліктерінде алдыңғы морда дейді, яғни алдыңғы тұмсығы қатты ой нелер ұстаса жолларды, ол кезде алдыңғы морда сынып кетеді. Яғни трещина дейді, орысша айтқанда. Трещина бар ма жоқ па осын көресіз. Көбілеріне осылай трапканы тастап қояды әтейге, перчаткілерді. Типа байқамасын, яғни қолғап қой деп ойлайсыңдар. Қолғап кет, қолғап қой деп. Негізі осын деп алсаңдар, көліктердің астында мына жерде трещиналар болады. Мына көлікте жоқ екен. Көрдіңіздер ме? Деп мән берсеңдер. Одан топырақ тастап қояды, құм тастап қояды, балшық тастап қояды көрмесін деп. Осы бірдеңелер салып қояды. Соған мән беріңдер. Осылай алыңдар да көріңдер. Жүріңіз. Мына жаққа мән беріңіздер. Мына жақтағы трещина жоқ. Қараңыздар. Мынаны көтеріледі өзі. Мына алсаңыз, мына болт тез шешіледі. Тез шешіп қарауға болады. Одан кейін мына көз, мына несі крылоға мән беру керек. Родной. Өзі мына болттар осылай болады, родной. Біз мына жерге мән бердік міне. Мынау заводской. Крыло шешілмеген. Осылай. Мына burada тұр екен. Енді алдыға мына неге мән беріп кетейік. Есіктен астары Nexia-ларда тез шірейді. Яғни бұл заводтан шыққан кезде бұларға краска северден алдын грунтовканы арзан грунтовка не қылады. Енді бұл өзі көлік көрші мемлекеттен шыққаннан кейін оларды түсінуге болады. Өйткені эконом класс болғаннан кейін бұлар грунтовкадан арзан экономить етеді. Кейбір нелерде Nexia-ларда мүлдем грунтовкалардың нелерін байқамаймыз. Енді арзан болғаннан кейін есіктердің астары тез шіру бастай алады. Сондықтан мүмкіндігінше есігін астары шірмегендер алған дұрыс. Өйткені қазіргі кастапраптар жұмыстары өте қымбат. Пароктар таза екен. Пароктар шпаклевка жоқ. Таза.